Достар, барлықтарыңызға сәлем. Бүгін бізде визажистпен сұхбат айдары тағы да. Мерет апайға мен бір-екі сұрағым бар еді, көптен бері қызықтырып жүрген. Сіздің енді балаңыз үйленетін жасқа таяп қалды ғой. Бірер жылда, Құдай қаласа үйленіп қалады. Сіз өзіңіздің болашақ келініңізді қалай елестетесіз және өзіңіздің мінезіңіз қандай ғой, енді шатақ мінез ғой. Сізден де өткен шатақ мінез қыз болса дейсіз. Керемет күшті сұрақ болды ғой. Мен негізі осылай ойлаймын да, қандай адам болса да, балам таңдаған адамға келісемін. Құдай біледі, осы қазақтар бітеді ғой, мен сені тудым, мен сені өсірдім, мен саған тәрбие бердім, мен саған вкладывала деньги, сені шетелде оқыттым, ешкімнен кем болмадым, үй әпердім, машина әпердім. Енді менің айтқаным бойынша әйел ал деп, келінімді өзім таңдайын дейді ғой, сол қателік. Қазақтар қателеспеңдер. Мына бала бар ғой, кіндігі кесіліп дүниеге келгеннен кейін ол басқа адам. Кішкентай болсын, ол бірде болсын, екіде болсын, бір айлық болсын, ол уже өзінің тағдырымен, өзінің мінезімен келеді. Сол үшін мен қарсымын. Қандай қыз болса да балам сүйсе болды, балам сүйсе болды, балам ол қызды өзі таңдаса болды, бітті. Одан Құдай сақтасын, қателессе де менен көрмейді. Мама сенің айтқаның деп айтпайды. Сол дұрыс деп ойлаймын. Келген топырағынан дейді, сізге ұқсайтын болатын шығар. Сізге ұқсаса қор болмайды. Амин. Негізі бар ғой, сізге ұнамайтын қыздарды білем, Мерет апайға қандай қыздар ұнамайды? Қандай? Айтпай қойыңыз. Маған ұнамайды пысық емес қыздар. Андай, пысық емес, өзім сияқты. Рахмет, Нұрс, сен мені жақсы түсінеді екенсің. Мен өзіңдей болса, мен қарсы емеспін. Анандай шыншыл, адал, андай сайқалдығы жоқ, бүкпесі жоқ, ішімдеген тап деген, ішімдеген сен тап деген, ондай жоқ. Сондай адам керек. Сен сенбесең, мен сенбедім. Енді қатты мен өзім мәдениетсізбін деп айта алмаймын, мен айта жерде айтып тастаймын, бірақ мен өзім шегімді білемін. Сол үшін енді қатты дарақы, мәдениетсіз адам емес, бірақ шыншыл. Сіз бөлек тұратын бедіңіз? Бөлек тұрам, үйі дайын. Үй дайын, бос тұр, күтіп тұр келінді. Сол күнге жетейін. Амин.